Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз 8-ші сыныптың зат мөлшері моль авогадро сан тақырыбының біліміңді тексер тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші сұрақ: зат мөлшері және моль түсініктеріне анықтама беріңдер. Моль дегеніміз берілген заттың құрылымдық бөлшектері 12 грамм көміртегіндегі атом санына сәйкес келетін зат мөлшері. Ол ню әрпімен белгіленеді. Зат мөлшері дегеніміз физикалық шама. Ол арқылы есептер шығару үшін осы формулаларды қолданатын боламыз. Төртінші сұрақ: берілген химиялық реакция теңдеулерін аяқтап, теңестіріп, реакция типтерін көрсетіңдер. Бізге 10 реакция берілген. Алғашқысы литий қосылған су, нәтижесінде литий гидроксиді қосылған сутек, бұл орын басу реакциясы. Келесі H2SO4 қосылған 2 калий тең калий 2 SO4 қосылған H2, бұл да орын басу реакциясы. Келесі метан қосылған оттек, нәтижесінде көмірқышқыл газы мен су, бұл жану реакциясы. Келесі натрий оксиді қосылған су, нәтижесінде натрий гидроксиді, бұл қосылу реакциясы. Келесі 2С қосылған O2, нәтижесінде 2CO, бұл қосылу реакциясы. Келесі 2 кальций қосылған O2, нәтижесінде 2 кальций О, қосылу реакциясы. Келесі алюминий қосылған оттегі, нәтижесінде алюминий оксиді, қосылу реакциясы. Келесі 3 литий 2О қосылған P2O5, нәтижесінде 2 литий 3PO4, қосылу реакциясы. Келесі калий қосылған хлор, нәтижесінде калий хлориді, қосылу реакциясы. Ең соңында феррум гидроксидін ыдыратқан кезде феррум оксиді мен су түзілген, бұл айырылу реакциясы болып табылады. Үшінші есеп: стақанға 1,5 моль қант сияды. Стақандағы қанттың молекула санын анықтаңдар. Бұл есепті шығару үшін біз n тең болады зат мөлшері көбейтілген авогадро тұрақтысы формуласын қолданатын боламыз. Бізде ню белгілі, ол 1,5 моль, ал авогадро тұрақтысы ол 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесіне тең. Нәтижесінде 9,3 көбейтілген 10-23 дәрежесі шығады. Екінші есеп: ауа шарында шамамен 0,9 көбейтілген 10-23 дәрежесі молекула азот болады. Азоттың зат мөлшерін есептеңдер. Екінші есепті шығару үшін біз ню тең болады n бөлінген na формуласын қолданатын боламыз. Бізде n белгілі, ол 0,9 көбейтілген 10-23 дәрежесі, бөлінген na ол авогадро тұрақтысы 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесі, тең болады 0,149 моль. Яғни азоттың зат мөлшері 0,149 мольге тең. Үшінші есеп: көмірқышқыл газының А 0,5 моль, 2 моль зат мөлшерінде қанша атом оттек болатынын есептеңдер. Бұл есепті шығару үшін біз n тең болады зат мөлшері көбейтілген na, яғни авогадро тұрақтысы формуласын қолданамыз. n1-ді табу үшін 0,5 мольді көбейтеміз 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесіне, нәтижесінде 3,1 көбейтілген 10-23 дәрежесі шығады. n2-ні табу үшін 2 мольді 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесіне көбейтеміз, нәтижесінде 12,4 көбейтілген 10-23 дәрежесі шығады. Төртінші есеп: берілген қосылыстардың бір молінде архимиялық элементтің зат мөлшері қанша екенін есептеңдер. Хлор 2, H2SO4 және де феррум 2O3. Бұл есепте бізге зат мөлшерін табу керек. Зат мөлшерін табу формуласы бізде масса бөлінген молярлы масса. Сонымен бізге хлордың зат мөлшерін табуымыз үшін 35,5-ті 71 грамм мольге бөлеміз. Неге 71 деп ойласаңыздар, бұл жерде есептің берілгенде хлор 2 деп берілген, яғни 2 хлор бар. Сондықтан 35,5-ті 2-ге көбейткен кезде 71 грамм шығады. Нәтижесінде 0,15 моль шығады. Ал H2SO4-ге келетін болсақ, ең басында біз оның жалпы мрін есептеп аламыз, ол 98 грамм мольге тең. Кейін әр элементті жеке-жеке зат мөлшерін табамыз. Яғни сутектің зат мөлшері бұл жерде 0,2 мольге, күкірттікі 0,33 мольге, ал оттектікі 0,65 мольге тең болады екен. Ал феррум 2O3-ге келетін болсақ, дәл жаңағыдай оның жалпы мрін тауып аламыз, ол 160 грамм мольге тең. Кейін жеке-жеке есептейміз. Темірдің зат мөлшері 0,17 мольге тең, ал оттектің зат мөлшері 0,3 мольге тең. Бесінші есеп: салмағы 55 кг жасөспірімнің денесінде шамамен 5 көбейтілген 10-26 дәрежесі атом көміртек болады. Жасөспірімнің денесіндегі көміртектің зат мөлшері қандай? Бұл есепті шығару үшін бізге ню тең болады n бөлінген na деген формуланы қолдануымыз керек. Яғни бізде n белгілі, ол 5 көбейтілген 10-26 дәрежесі, бөлінген авогадро тұрақты саны 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесі. Нәтижесінде 830,5 моль шығады.
Алтыншы есеп: тыныштықта бір рет тыныстаған жасөспірімнің өкпесіне шамамен 300 мл, онда 0,1026 оттек бар ауа кіреді. Осы оттектің 22% өкпеге сіңіріліп, қалғаны сыртқа шығады. Бір рет тыныстағанда жасөспірім қанша молекула оттек жұтады, неше молекула оттек өкпеге сіңіріледі? Алтыншы есепті шығару үшін біз n тең болады na көбейтілген μ формуласын қолданамыз. Бізде зат мөлшері белгілі, ол 0,1026 моль, және де Авогадро тұрақтысы ол 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесі. Нәтижесінде бізде 15,65 көбейтілген 10-20 дәрежесі шығады. Бұл бір рет тыныстағандағы ауаның мөлшері болып табылады. Және де оны біз 100% деп аламыз. Ал бізге өкпеде сіңірілген ауаның мөлшерін табу керек. Ол бізде өкпеге сіңірілген пайызбен шаққанда ол 22% деп айттым. Ал бізде 22% белгісіз. Сондықтан оны пропорция арқылы шығарамыз. Яғни 15,65 көбейтілген 10-20 дәрежесі көбейтілген 22% бөлінген 100%. Нәтижесінде 3,44 көбейтілген 10-20% шығады. Бұл өкпеге сіңірілген ауаның мөлшері. Егер саған менің видеомның пайдасы тиген болса, лайк, комментарий жазуды және де тіркелуді, достармен бөлісуді ұмытпа.